Сәлем достар, бүгін сіздерге брокколидің ағзаға тигізетін қаншалықты пайдасы бар сол туралы айтатын боламын. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп алыңыздар. Брокколи артық салмақпен, қатерлі ісікпен, асқазан жарасымен күресетін дәруменге бай жасыл өсімдік. Ал ас мәзіріне гарнир ретінде ұсынсаңыз, ұзаққа дейін тоқтық әсерін қалдырады. Брокколиді көбіне диетадағы адамдар тұтынады. Брокколи К дәруменіне бай. Ол сүйегіңізді қатайтып, холестерин мөлшерін қалыпқа келтіреді. Оған қоса брокколиде жасұнықтарды жетеді. Олар қан қысымыңызды жақсартады. Оны сорпамен бірге немесе гарнир етіп тұтынсаңыз болады. Брокколи құрамында талшық, калий, фосфор, кальций, магний, темір, мырыш, марганец, күкірт, С, В1, В2, В5, В6, Е, К витаминдері және де провитамин А бар. Сонымен қатар брокколи пайдалы дәрумендердің бай көзі болып табылады. Калий, кальций, фосфор, натрий және темірге байланысты ол қырыққабаттың бәсекеге түсе алады. Минералды тұздары ғана емес, ақуызы да 2 есе көп. Брокколи кеуде ісігінен қорғануға көмектеседі. Оның құрамында С дәрумені бета-каротин молынан бар. Бір кесе брокколидің құрамында 25 калорий, 3 грамм жасұнық бар. Май мүлде жоқ. Қатерлі ісік, оның күшіне байланысты оксидант, ісікке қарсы күш осы тағамнан. Шамасы оны ұзақ қабылдау рак клеткаларының дамуын болдырмауға көмектеседі. Және оны проблеманың осы түріне арналған профилактикалық тағамға айналдырады. Брокколи бойынша онкологиялық аурулардың кейбір түрлерін, мысалы ішек қатерлі ісігінің алдын алумен тікелей байланысын дәлелдеу үшін зерттеулер жүргізілуде. Жүрек қан-тамыр бұлшықеттеріне де өте пайдасы зор. Брокколиде жоюға көмектеседі. Біздің қанымыздағы жаман холестерин, осылайша жүрек қан-тамырлары ауруларының қаупін азайтады. Уақыт өте келе оны қабылдау денсаулығының жақсаруын және холестерин төмендеуін қамтамасыз етеді. Бұл халықтың көп бөлігі зардап шегеді және бұл жүрек проблемаларына әкеледі. Бета-каротин мен А дәрумені бар тағамдар барлығымызға белгілі. Біздің көзімізді және денсаулығымызды қорғаймыз. Брокколиде осы қоректік заттардың көп мөлшері бар. Сондықтан да оларды қорғауға және көру қабілетінің мықты әрі сау болуына осы брокколи көмектеседі. Витамин С. Егер менде ең көп нәрсе бар деп сенсек, С дәрумені апельсин болды. Біздің қателескеніміз анық, себебі оны ұратын басқа тағамдар да бар. Мысалы, киви және брокколи. Бұл қырыққабаттың құрамында С дәрумені көп. Бұл оны күзгі маусымға арналған керемет тағамға айналдырады. Өйткені ол біздің иммундық жүйемізді нығайтады және суық пен тұмаудың алдын алады. Сонымен қатар бұл витамин терідегі коллагенді ұстап тұруға көмектеседі. Ол әлде қайда жас және әжімсіз теріге ұзақ айналады. Анемияның алдын алады. Брокколиде өте жақсы ұсынылады. Анемиямен ауыратын адамдардың тамақтануы, оның құрамында темірдің мөлшері көп. Бұл бізге әлсірейтін аурудан аулақ болуға көмектеседі. Егер сіз аз темірге бейім болсаңыз, немесе оны қан анализіне көрген болсаңыз, онда бағаланған брокколиді күнделікті рационға қосқаныңыз дұрыс. Іш қатудың алдын алады. Бұл адамдарға қажет тағы да бір тамақ. Іш қатудан сақтанасыз. Оның құрамында талшық мөлшері жоғары, сондықтан ішек транзитін реттеуге де өте ыңғайлы. Бұл қырыққабат пайдалы тағамға үлкен үлес қосқаны үшін ең пайдалы диеталарға ұсынылады. Өйткені бұл талшық бізге токсиндерді оңай кетіруге көмектеседі. Көріп отырғандарыңыздай, брокколи бұл сөзсіз супер тамақ болып саналады. Онда дәрумендер, минералдар, май қышқылдары, антиоксиданттар және де басқалары бар. Брокколи қырыққабаттың ең құнды қасиеттерінің бірі. Оның өлі жасушаларды, бос радикалдарды, токсиндерді және ауыр металл иондарын денеден шығару қабілеті. Бұл өнімді радиация әсерінен ауыр науқастарға, қоршаған ортасы ластанған және радиация деңгейі жоғары аймақтарда тұратын адамдарға пайдалы емдік агент етеді. Целлюлитке байланысты кешендері бар әйелдер өкілдері үшін брокколи денеден артық сұйықтықты кетіруге көмектеседі. Бұл оның негізгі себептерінің бірі. Сіз брокколиді диетаңызға енгізе салысымен терінің қалай
Брокколи басқа көкөністерге қарағанда мұнда көп мөлшерде болатын бета-каротинге ие. Бұл элементтің арқасында қартаю процесін бәсеңдетуге болады. Брокколиді құрайтын амин қышқылдарының саны бойынша қырыққабат X ретінен жоғары. Бұл амин қышқылдарының кейбірі бақыт гормоны деп аталатын эндорфин гормонын шығарады. Сондай-ақ брокколиді үнемі қолдану қанның күйі мен құрамын жақсартады. Оның талшығының арқасында брокколи ас қорыту процесін қалыпқа келтіруге, ішектерді табиғи түрде тазартуға және де адамды іш қатудан босатуға көмектеседі. Брокколиді қолдану ауыр ауруға шалдыққандарға ұсынылады. Себебі бұл өнім біздің ағзамыздағы жасушалар мен тіндердің жаңаруын тездетеді. Олардан басқа қант диабетімен ауыратындар брокколиді пайдалы қасиеттеріне де назар аудару керек. Бұл инсулинді қалыпты деңгейге дейін арттырады. Қант мөлшерінің қалыпты болуына байланысты тамырларды нығайтады және зақымданудан қорғайды. Брокколи қырыққабаттың ең құнды қасиеттерінің бірі. Оның өлі жасушаларды, бос радикалдарды, токсиндерді және ауыр металл иондарын денеден шығару қабілеті. Бұл өнімді радиация әсерінен ауыр науқастарға, қоршаған ортасы ластанған және радиация деңгейі жоғары аймақтарда тұратын адамдарға пайдалы емдік агент ретінде қолданылады. Целлюлитке байланысты кешендері бар әйелдер өкілдері үшін брокколи денеден артық сұйықтықты кетіруге көмектеседі. Бұл оның негізгі себептерінің бірі. Сіз брокколиді диетаңызға енгізе салысымен теріңіздің қалай жұмсарып, тегіс болғанын бірден байқайсыз. Сонымен қатар брокколидің калориясы басқа өнімдерге қарағанда төмен. Брокколи сорпасы құртқа қарсы тиімді, ал фолий қышқылының арқасында оны жүкті әйелдер қабылдауы мүмкін. Ақпарат пайдалы болса, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.